Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 7 сынып Қазақстан тарихынан 4 тоқсан бойынша біз жылын талдайтын боламыз. Яғни 19-20 ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл жерде бізге 2 тапсырма берген. Тапсырмаға орындамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңырау шаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіз осылай маған қолдау білдіре аласыз. Сонымен қатар әрбір шыққан видеоға өздеріңіздің белсенділіктеріңізді білдірсеңіздер, 7 сынып видеолары толықтай талданатын болады. Ал тапсырмаға оралайық. Бірінші тапсырмаға қарасаңыздар, бірінші тапсырма берілгенде бізде білім беру мен ағарту саласының ерекшелігін анықтаңыздар деген. Яғни 19 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен ағартудың саласының ерекшелігі. Бұл жерде бізде А, Б, С, Д, Е ғып берілген. Яғни сол бойынша біз қысқа да нұсқа атап өтетін боламыз. Білім беру саласы діни және зайырлы болып бөлінді. 1980 жылдан бастап патша үкіметі медреселерді міндетті түрде орыс тілін үйретуді реформа ретінде енгізді. 1867-68 жылдарында реформа бойынша медреселерді тек уағыз басшыларының рұқсатымен ашуға тиісті болды. Жәдетшілер мен мұсылмандарды ескі білім беру саласында тәрбие жұмыстарының жүйесін жаңа заман талабына сай қайта құруды ұсынды. Осылай жаңа әдістемелік мектептер ашыла бастады. 1841 жылы Жәңгір хан зайырлы мектеп ашты. Ол жерде барлық іс-қағаздар жүргізу енгізілді. Ал балалар, екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада қарасаңыздар, берілгені бойынша 19 ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнерін туралы ойыңызды формуласы арқылы пікіріңізді білдіріңіз деген. Яғни бұл жерде бізде поэзия білдірген. 19 ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек көзі ретінде құндылығы жоғары немесе құндылығы төмен. Яғни осы поэзия бойынша өз ойымызды жазуымыз керек болады. Әрбір оқушы өзінің ойын жазса болады. Бұл жерде мен өз ойымды білдірдім. Яғни 19 ғасырда қазақ даласында қазақ халқының ауыз әдебиеті мен, яғни 19 ғасырда қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері туралы ойын, музыка өнері тарихи дерек көзі ретінде құндылығы жоғары болды. Яғни 19 ғасырда қазақ даласында екі түрлі халықтық кәсіби музыкалық дәстүр қалыптасты. Бірі ықылас, сарымалай, құрманғазы, дәулеткерей, қазанғап, сейтек, сүгір болса, тәтімбет және тағы басқа өнерпаздар бастаған күйшілер тобы болса, екіншісі бұл Біржан, Ахан, Мұхит, Мәди, Жаяу Мұса, Елтай, Үкілі Пырай, Абай, Нартай, Майра және тағы басқа сал серілер тобы болды. 19-20 ғасырларда айрықша дамыған домбыра күйлері өз кезегінде екі түрлі нақыштық ерекшелігімен дараланады. Бірі кең ауқымды төкпе, екінші сырлы да өрнекті шертпе күй үлгілері болды. Қазақ халқының музыкалық мәдениетін сөз еткенде домбыра күйлерін бұл екі дәстүрмен ғана шектеуге болмайды. Ел арасынан шыққан кәсіби күйшілердің әрқайсының өз үні, өз мәнері, орындау ерекшеліктері болды. 19 ғасырдың екінші жартысында өшпейтін классикалық туындылардың шығарған көрнекті қазақ сазгерлері өмір сүрді. 19 ғасырдың екінші жартысы қазақ музыка өнерінің гүлденген дәуірі болды. Әрине оқушылар, бұл менің ойым. Сіз өз ойыңызды қосып, менің ойыма қоса өз ойыңызды жалғастырып жазсаңыз да болады, немесе осы менің жазған оқыған текстіме қарай сіз өз ойыңызды нақтылап жазсаңыз болады. Міне оқушылар, осымен біздің бұжыбымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, қоңырау шаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар. бұжыбыдан жақсы нәтиже көрсетулеріңізді тілектеспін. Ал келесі видеоға кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.